Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып жасалынатын, ешқандай қоспасыз сүзбе жасайтын боламыз, творог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Отымызға сүтімізді қоямыз. Сүтіміз қайнауға жақын қалған кезде үстіне араластырып тұрып, айранымызды құятын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет. Менде мына жерде 4 литр сүтке мен 1 литр айран құйдым. Егер сіздер азырақ жасағыларыңыз келсе, 2 литр сүтке жарты литр айран қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Мінекей, осындай ірімтіктер пайда бола бастайды. Қайнауға жақын болған кезде осылай сары суы бөлінеді. Біз сары суынан ажыратып алуымыз қажет. Бір қайнағаннан кейін отымызды сөндіріп, бетін жауып, салқын жерге қойып суытып алуымыз керек. Сол кезде бізде сары суы бетіне шығып бөлінетін болады. Сол кезде сары суынан ажыратып алу өте оңай болады. Мінекей, осылай сары суымызды бөлек ыдысқа осылай құйып алатын боламыз. Достар, бұл сары суды төкпейтін боламыз. Сары судан сіздерге блиннидің рецебімен бөлісемін. Қалай жасалу керектігін төменге описание бөліміне мен ссылкасын қалдыратын боламын. Міндетті түрде қарап, сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Мінекей, сары суынан барлығын ажыратып алдық. Біздің сүзбеміз, творогымыз дайын. Үй жағдайында ешқандай қоспасыз, жасалу жолы оңай әрі дәмді болып шығатын сүзбенің рецебімен бөлістім. Егер сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.